кетті да? Қойшы. Алдашы бізді. Ал, жасыл орындыққа жайғасатын кім? Бексұлтан. Рамазан. Мұса. Рамазан, Жанат дейді. Қыздарымыз деп айтайыншы, қыздарымызға келсінші бір жігіттер. Алина бар, Жанат ханым, жаңағы сырттағы жігіт келіп қалатын шығар мүмкін. Мүмкін сырттағы жігіт келіп қалған шығар, білмеймін. Дәл қазір үміткер қабылдайтын қатысушы бізде, қымбатты көрермен, Али, білесің бе кім? Рома. Қатысушылар неге қолдамайсыздар Рамазанға? Қуансаңыздар. Иә, дәл осылай. Үміткер кәдімгідей осы сәтті күн санап күткен сияқты. Қашан Рамазан үміткер қабылдайды деп бірден бүгін келіп отыр. Шынымды айтсам, андай жүрегім прям соғып тұр. Бір үміткер қабылдамағалы мен төрт айда болдым, даже одан да көп болды. Өйткені осы жерде қатысушы қыздармен мен айтамын, не болып кетті да? Не болып кетті? Роман болып кетті, енді бірден кейін бәрі. Рома Рамазанның романдары ма? Иә. Кішкене қобалжып тұрмын мына жерге. Бірақ дайынсың ғой ең бастысы. Иә, ең бастысы. Өйткені үміткер келді. Дайын. Қарсы аламыз ба? Қарсы алайық. Ал, Рамазанның жаңа үміткері ортаға келсін. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Есіміңіз? Есімім Азиза. Азиза. Жасыңыз? Жасым 24-те. 24-те. Азиза, немен айналысасыз? Мен өнер академиясында оқимын. Қандай мамандық бойынша? Эстрадный вокал. Әншісіз болашақ. Әншімін, иә. Тамаша, қай жақтың тумасы болып келесіз? Қарағанды облысы, Балқаш қаласының тумасы. Әлия мен Әсемнің жерлесі екен. Ал неге біздің Рома Рамазан? Рома Рамазан. Өйткені ұнап жүр. Мен осы кейінгі кезде эфирді көріп жүргеннен кейін кеше бір жағдай болған екен. Осы сәтті пайдаланып келіп отырмын. Түсінікті. Азиза, ата-анаңыздың хабары бар ма және қарсы емес пе? Қарсы емес, хабары бар. Рұқсатын берді? Рұқсатын берді, иә. Түсінікті, қуаныштымыз, қош келдіңіз. Ал, Рома, ұмытып қалсаң да, бірақ енді сұрақтарды қою керек. Азиза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Сізге бірінші сұрақ, ата-анаңыз біле ма осында келгенін? Иә, біледі. Керемет. Әншімін дедіңіз, иә? Иә, әншімін. Негізі мен әншілерді жақсы көремін. Диана ханым, әншілер ұнайды, әншілер. Байқадық. Тағы да сұрағым, бірінші сұрақ, егер де ашуланып кетсеңіз, мысалы, қыз баласыз ғой, ашуланып кетсеңіз, болады енді, бір қызбен ұрысып қалдыңыз да, қол көтеріп, төбелеске дейін барасыз ба? Жоқ, төбелеске дейін бармаймын. Ондайға жоқсыз, иә? Ондайға жоқпын. Қызғаншақсыз ба? Мысалы, мен видеоға түсем, Қызғаныш өз орнымен болады. Өйткені түсінем, өзім де өнер адамымын. Оның барлығы орынды деп санаймын. Жалпы музыкамен айналысып жүрсіз ба қазіргі таңда? Иә, қазіргі таңда оқимын. Сіз әлі оқисыз, иә? Студентсіз? Иә, студент. Нешінші курс? 4-ші курсқа көштім. 4-ші курс, керемет. Соңғы жылыңыз қалды? Иә, соңғы жыл. Руыңыз қандай? Руым Арғын. Арғын, иә? Негізі жаңа Балқаш дедіңіз ба? Иә, Балқаш. Алматыда кіммен тұрасыз? Алматыда туысқандарыммен. Ал маған деген қандай сұрақтарыңыз бар? Өзіңіз қызғаншақсыз ба? Өзім қатты қызғаншақпын. Қатты? Қатты қызғаншақпын негізінде ше, андай... Қызғаншақ болғанда қызғаншақ қой Рамазан. Басқа жігіттермен көрсем, қатты қызғанам негізінде ше. Өзім қызымның қызғаншақ болған қаламаймын, бірақ өзім қызғаншақпын. Тағы бір сұрағым, кеше мысалы бір жағдай болды. Сол жағдай енді болашақта кедергі болмай ма? Ол жағдай кедергі болмайды. Сізге кедергі болмаса, маған тіпті кедергі болмайды деп ойлаймын. Керемет. Сезім қалды ма, сезім қалған жоқ па деген бір сұрақ бар еді. Ауыр ғой тема. Сезім қалған жоқ деп айтсам болады.
Өйткені кеше өзі де айтып қалды, дайынмын деп үміткер қабылдауға, мен де дайынмын, олай болса мен де дайынмын, жаңа өмірге дайынсың. жаңа махаббатқа дайынмын. Ал шымылдық ашуға Рамазан дайын ба жоқ па, сырласу бөлмесіне баруға дайын ба екен? Оның барлығын шағын жарнамадан кейін білеміз. Еуразия бірінші арнасы қосулы болсын. ортасы басылып кетті. Испан, латина дейді. Мәссаған өзінің бір керемет талғамы бар екен. Керемет болған сияқты. Бауыржан ұнады ма сізге? Негізі мықты билейді екен. Ал, мойындадық қой, иә? Мойындаймын. Ал, жарайды. Бека, белгі қандай? Жолдар. Бізде екінші белгі және бүгін әндердің атауы. Махаббат жайлы әндер. Жолдар. Ал, шымылдық жабылды. Рамазанды таңдап үміткер келді. 4 айдан бері Рамазан бірінші рет, алғашқы рет үміткер қабылдап отыр. Ал, сұрақтар болса тағы да? Азиза. Ау. Жалпы салт дәстүрге қалайсыз? Мысалы, мен Шымкенттемін да, Шымкентке барып, келіндік міндеттерді атқарып. Әрине. Өнер адамымыз бәрін істейміз. Таңғы 5-те би билеп тұрып үй жинаймыз. Саған қандай жауап болды ерекше? Және ән айтам дедіңіз, иә? Иә. Ән айтып берсе қалай болады? Или шымылдық ашылғаннан кейін? Шымылдық ашылғаннан кейін тыңдайық. Так, қатысушылардан сұрақ болса, пока мен кішкене қобалжып. Әлде бірден шымылдықты ашып ән тыңдаймыз ба? Дайынсың ба? Ашамыз ба? Ал, шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, I do baby, қасымнан кетпеші, I love you baby, сөзіме тексеші. I love you baby, бағымсың келген, I do baby, қойшы тек менімен, I love you baby, let me love you baby. Шымылдық ашылды. Рома. Не болды? Ештеңе? Қобалжып кеткен ғой қатты. Жандай. Сізді көріп. Мен де солай ойладым ішімнен. Қатысушылардан сұрақ болса? Қатысушыларда сұрақ болса, Санжар. Кармелада сұрақ жоқ. Менде қош келдің. Менде мынандай сұрақ еді. Соңғы рет ара қатынас қашан болды және не үшін айырылысып кеттіңіздер? Соңғы ара қатынас 3 ай бұрын болды. Енді бала жастау болды. Сізден кіші болды ма? Дейді ғой. Иә. Рамазанда кіші ғой, мысалы. Ол 2 жасқа кіші, ол 3-4 жасқа кіші болған. Мен тағы бір осы жерден кейін сұрақ қойын деп едім саған. Ара қатынас тоқтағаннан кейін ұмытуға сонда 3 ай ғана саған жете ма сонда? Маған жетті. Білмеймін, шын махаббат болатын болса, ол деген ұзақ уақытқа ұмыту үшін адамды. Негіз қысқа уақытта адамды ұмыту болмайды. Значит, шын махаббат болмаған ғой? Енді Рамазанда үміткер қабылдап отыр ғой Кармеламен, арада ара қатынас болғанына қарамастан. Сонда Рамазан Сидерскийде шын махаббат болмаған ғой, Қалай айтса болады? Сезім болды. Шын айтса болады. Шын айтшы.
сен үйленемін деп осы жерде талай спектакль көрсеттім деп айтсам қатты тиеді, бірақ солай болып көрінді. Біздің көзімізге солай көрінді. енді бір күннен кейін үміткер қабылдап отқаның енді кішкене ауырлау сияқты. Сосын жалпы сен Шымкент кім деп жатсың ғой, енді өзіміздің жерлесімізсің. Салт дәстүрді қыз жақтан сұрадым да қалай ұстайсың деп. Ал сен киім үлгісіне қалай қарайсың жалпы қыздың? Жоқ, олай қарамай ақ қой, жалпы жаман қарап отырсың қазір сен. Қалай қарау керек? Жоқ, жалпы өнер адамы деп жатыр да. Қазір енді кішкене былай кішкене жабыстырып, тырыстырып киіп келгеніне, жоқ, жалпы сен болашақта қасында жүрсе, ашық-шашық киінсе деген сияқты мәселе ғой. Шымкент жақта бізде салт дәстүрге ғана қарамайды, жалпы киім үлгісіне жақсы қарайды, барлығына толық. Жоқ, мен қыздан ешқандай ашық-шашық көріп тұрған жоқпын, еш жерін ашпаған, әдемі киініп тұр. Жоқ, мен маған бәрі ұнап тұр. Қазіргі не емес, жалпы сенің болашақтағы көзқарасың деген, мен жалпы былай. Жалпы былай ғой, негізінде менің қасымда жүрсе, кисін. Менің қасымда жүрсе. Жарасып тұрса кисін, жараспаса кимей қойсын деген сияқты. Ашық болса да, иә? Енді ашық болғанда ашықтың да несі бар ғой, сантиметр бар. Тізеден жоғары, тізеден төмен дегендей. Өзінің нелер болады, білесің ғой өзіңде. Жаңа сұраққа жауап бермедің ғой енді. Жаңа бір күннен кейін үміткер қабылдап отырсың, махаббатың шынайы болмады ма сонда? Махаббатым шынайы болды. Бірақтан соңғы кездері айттым ғой, мен суып қалды, шыны керек. Мүмкін шынайы махаббат болмаған шығар. Мүмкін шынайы махаббатым енді келген шығар. Осылай үміт беріп, ертең бір-екі ай жүріп, содан кейін мүмкін әлі үміт береді, ештеңе істеген жоқпын. Жалпы үйленуге дайынсың ба? Дайынмын, 100% дайынмын. Менің ойымша 100% дайын емес сияқтысың, 180 градус сен теріс сөйлеп отқан сияқтысың. Жоқ, негізінде Диана ханым осы жерде, білмеймін да, мен айта алмаймын, біреуге осы уақытқа дейін сен үйленуге дайын емессің деп айтпаппын да. Осы жердегі отқан әрқайсысы, жасы болсын, кәрісі болсын, үйленуге дайын. Диана ханым, осымен қосылмаймын, иә, олар отношения. Біздің Арина қашан біреумен қосылып еді, иә. Бірақ та мен ойымша, егер де шықпаса ештеңе Кармеламен бірге, оны алда айтыңдар. Ата-анасы қарсы болса, зачем эти отношения и тому подобное. Рамазан осы жерге отбасы құруға келді. Енді Кармеламен расстался, енді үміткерді қабылдамасын ба, или жобадан кетсің, я вас понять не могу. Мен де оның алдында жұп болдым, мы разошлись, мен үміткерді де қабылдадым. Тут что тут такого? С одним человеком не получилось, с другим нельзя знакомиться. Все, өмір бойы отырады енді. Ой, Кармеланы ұмыта алмаймын деп, иә? Жоқ, Дарина, олай артық қуып кетудің қажеті жоқ. Ренжіме, жалпы бірдеңе айтса сен өзіңдікін ғана бүйтіп пихать ете бересің да жанынан. Жоқ, просто бізде ондай заң жоқ. Егер бір рет жұп болсаң, келесі рет жобадан кетесің. Ондай заң жоқ. Осы жерде махаббат алын. Бір адаммен шықпаса, келесі адам келсін, пусть знакомится, узнает. Дарина, сенің ойыңша Рамазан мен Кармеланың арасында біз айтып жатқандай, Рамазан айтып жатқандай махаббат болды ма? Сен қалай ойлайсың? Диана ханым, мен өз пікірінде қалам, Романың Кармелаға деген сезім болды. Бірақ та Кармеланың сезімді көрген жоқпын. Басынан бастап айттым, далеко не пойдут эти отношения, мінеке шықты. Ал үміткер жайлы не айтасың? Үміткер жайлы ештеңе айта алмаймын. Түр келбеті мүмкін Ромаға ұнайды, бірақ та она такая спокойная, а Роме слишком спокойный қыздар ұнамайды. Хотя говорит, қызғаншақ, там истерички не нужны, но только на таких обращает внимание. Ой, сен бәрін алдын ала айтып тастай бер дегенсің, спокойный. Әлі қызды білмейсің ғой, сен зерттеген де жоқсың, әңгімесіне қарасаң, мына қыз өте пысық қыз негізі. Ой, жоқ, мен осы жерде үміткерлерін уже, знаешь, насквозь вижу. Ренген. Осы Даринаға ризамын да ше, біресе ұрсып алады, біресе жақтайды андай да. Құбылмалы ауа райы сияқты, иә олар? Тағы кім сұрақ қоям дейді? Сұрақ жоқ па? Перизат ханым. Перизат ханым, той ұнады ма сізге? Иә, өте ұнады, жақсы болды той. Өте әдемі болды. Ал, сұрақ? Үміткерге қош келдіңіз. Сіз өзіңіздің минус мен плюсыңызды айтсаңыз, мінезіңіз жағынан. Мінезіңіздің жағымды, жағымсыз тұстары болса? Кезінде енді қазір 24-темін ғой, жас кезде 22-21 жастында кішкене капризная дейді ғой, сондай капризная болатынмын, қатты қызғаншақ болатынмын, анда вспыльчивая болатын. Қазір кішкене естіген сайын басыла бастадым, иә. Поэтому Даринаның сөзі айтып жатыр ғой, она спокойная деп. Жас келген сайын адам кішкене басылады,
сондықтан мен де жай бірақ енді 24 жас дегеніміз айтарлықтай бір тым ересек жас емес қой әлі өмір алда. Әлі өмір алда, бірақ енді сол жас болып жырғындап жүре бермейміз ғой, кішкене сабырлық та керек. Мен сізді бір жағын... Жасы 24-те болса да, білмеймін, ұқсамайды, жас көрінеді, бір 20 жастар бөбешка ғой. Яғни сіз сенесіз, егер де сізден жігіт кіші болса, он намного готов. Оның алдына жігітіңіз 4 жылға дейін, на 4 года младше был. Яғни үлкен жігіттерге қарамайсыз. Вам охота быть главной в семье или как? Нет, қараймын, но почему-то өзім жас көрінген сайын ба, бір жастар қарайды. Көңілім жас дейсіз ғой қашанда, иә? Ал Ұлбосын, сіз не дейсіз? Махаббат жасқа қарамайды деп жатыр. Иә, қош келдіңіз, Азиза. Иә, дұрыс айтасың, махаббат жасқа қаралмайды. Одан кейін негізі өнер адамы жаңағыдай жас көрінеді ғой негізі. Енді жас көрінеді екенсіз жасыңыздан. Енді сізге сұрағым бар. Енді Рамазан біздің жерлесіміз, менің інім бір жағынан. Сондықтан сіз ас үйге қалайсыз? Жігітті асқазанмен жаңағыдай таңғалдыр, жаңағыдай жақсы көресің дейсің ғой. Сол сияқты ас үйге қалайсыз өзіңіз? Ас үйге жақсымын, өте дәмді пісіремін. Жаңағы ән сұрасам бола ма? Иә, қолқа салған еді Рамазан, егер сіз қарсы болмасаңыз, әрине, бір әу деп жіберсеңіз. Жаңа мен просто бір әнді естіп қалып едім, лайв бэндпен бірге айтсам. Қай әнді? Алишада. Ал, мына жаққа әрине микрофонды алсаңыз болады. Жігіттер, қыздарды шақырсаңыздаршы. Some people live for the first time. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, but that life's ever so full as a superficial. Қалай ұнады ма? Азиза, дауысың өте керемет екен, прям құлақтан кіріп бойдаларды, өте жағымды дауыс екен, тәтті дауыс, күшті, керемет. Тәтті дауыс болып жатыр, иә? Ал Рамазан, сұрақтарың таусылса, мүмкін сырласуда, жеке әңгімелесу барысында тағы да жаңа сұрақтар туындайтын шығар. Барамыз ба? Әрине барамыз. Ал сіздерді шығарып саламыз сырласу бөлмесіне. Ал біз эфирімізді әрі қарай жалғастырайық және ол үшін